бізге келесі инструменттерге ашу керек болады. Бағана көрсетіп өткендей, мысалға, insert канал ашамыз, insertке кіреміз, inserттің ішінен инструменттер таңдап, өзімізге қалаған инструментті ашамыз. Бұл бірінші жолы. Қайтадан өшірейік. Екінші жолы, тезірек, клавиатурадан I кнопкасын басамыз. I кнопкасы басылғаннан кейін автоматикалық түрде инструменттер ашылады, және қалаған инструментімізді таңдайық. Инструментіміз шыққаннан кейін автоматикалық түрде arm record қосылады, және сіз MIDI клавиштан қалаған мелодияңызды ойнай аласыз. Remove tracks өшіреміз. Келесі кнопка менде ол Serum. Инструмент. Мен көп қолданатын инструменттердің бірі. Тек қана бір кнопка автоматикалық түрде Serum ашылады. Serumды ашамыз. Қалаған Sample Pack'ке кіреміз. Звуктарымызға. Қалаған пресет таңдаймыз. Автоматикалық түрде ойнай береміз. Бағанада айтып өткендей, запись жасау үшін жұлдыз шаны басамыз. Дәл сол сияқты MIDI-ді өшіру үшін Ctrl-ды басамыз, және мышканың сол жақ бөлігімен екі рет басамыз. Remove tracks. Егер сізге өзіңіздің сүйікті инструменттеріңіздің немесе плагиндеріңіздің кнопкасын осы жерге шығарғыларыңыз келсе, болашақта түсіндіріп кетемін.